Балалар, сабақты бастамас бұрын мен сендерді шаттық шеңберге шақырамын. Келіңдер. Балалар, шаттық шеңберге тұрдық па? Бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз бүгінгі күнімізге. Ал бастаймыз. Алена бүгін жақсы оқы. Ертең сабырлы бол. Ертең сабағын еске оқы. Ақтыншы сабағын жақсы оқы, жақсы жаз. Ал тілек айтамыз. Сабағын еске оқы. Ал ендеше балалар баршамызға сәттілік қазақ тілі сабағына отырамыз. Ал балалар мектепте үй тапсырмасына қандай тапсырма берген еді? Жұмыс ептігін жаттау еді. Сұрақтары және жалғауларын кім жаттап келді балалар? Ал көркем айталы. Жұмыс ептігінің сұрақтары. Кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс ептігінің жағалары. Нар, мен, дарден, таңден деген жағалар жалғанады. Гүлден. Жарайсың. Молодец. Дәл осылай тағылар кім айтады? Мына жақтан. Нұртас айта ғой. Шығыс ептігінің сұрақтары кімнен, нелерден, кімдерден, қайдан. Оларға жалғау келтірілген. Жалғаулар қандай екен? Дан, ден, неден, Жоқ. Таң, тан, ден. дан, мен. Ал мысал келтіріп айтайықшы. Мысал келтіріп. Адамдан. Дұрыс, жарайсың. Өте жақсы айтып кеттің. Адамдан мен болмайды. Дұрыс жалғау жалғамадық. Кім көмектесіледі арманға? Қандай жалғау жалғанады? Адам? Дұрыс, адамнан болады екен. Ал кім айтады? Тағы да үй тапсырмасын. Алена тұра ғой. Шығыс ептігінің сұрақтары кімнен, кімдерден, нелерден, қайда. Оның жалғаулары на, не, да, де, та, де. Дан, ден, иә, дұрыс. Мысал келтіріп айтайықшы. Саннан. Саннан дейді. Тағы да отыра ғой, жарайсың, керемет. Тағы да кім дайындалып келді? Ақкенжеден сұрайыншы мен. Ақкенжеден үндемей отыр бүгін. Шығыс ептігінің сұрақтары кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Оған мысал келтірсе, оның жалғаулары нан, мен, дан, тен, тан, тен. Оған мысал келтірсе, тақтадан. Тақтадан, дұрыс айтты. Жарайсың. Ал осы тақтадан дегенге кім сөйлем айтады? Кім сөйлем айталар? Тақтадан деген сөзге. Айта ғой, шыққан. Тақталар жоқ, сөйлем айтамыз. Сөз бұл. Сөйлем кім айтады? Мен. Жоқ, тақтадан болыр. Ақпенде тақтаға шығып жазу жазды. Жоқ, тақтада болып қалды. Біз айттық тақтадан деген сөз. Айта ғой, шыққан. Тақтадан көшірді. Жарайсың. Біз тақтадан нені көшіресіңдер сендер? Жазуларды. Немесе жазуларды, есептерді көшіресіңдер, иә? Дәл осылай айту керек. Жарайсыңдар. Бүгін үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып кетсіңдер, балалар. Ал ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ бізде көмектес септігі, балалар. Көмектес септігі. Міне, көмектес септік. Бүгінгі біздің мақсатымыз зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септеуін білу екен, балалар. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі күнді жазамыз. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерге бүгінгі күнді жазайық. Бүгін ақпанның нешесі, балалар? Бесі. Ақпанның бүгін бесі екен. Ал ақпанның бесі сынып жұмысы деп жазамыз. Көмектес септікте бірінші жаттығуымыз 68-ші жаттығу екен. Берілген
ekan. Жұмбақты оқып шешуін тап. Жұмбақты оқып шешуін тап деген екен балалар. Ал енді жұмбақты кім оқиды? Жұмбақты оқиып деген оқушы бар ма? Нұртас оқысыншы кәні? Оқимыз да? Қатты оқимыз. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды, табындашы балалар, ол қандай құс болады? Ал? Тоқылдақ. Дұрыс, жарайсыңдар, өзі оқымай жұмбақ екен, иә? Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табындашы балалар, ол қандай құс болады? Тоқылдақ екен. Енді мен сендерге бүгінгі көмектес септігінің сұрақтары мен жалғауларымен таныстыра өтейін. Көмектес септігінде зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді екен. Ал оның жалғауларына келетін болсақ, балалар, мен, бен, пен деген жалғаулар бар екен. Біз неше септікпен таныстық? Бүгін сонымен? 7 септік. Бүгін 7-ші септікпен таныстық, иә? 7 септігіміз бар екен. Бүгін көмектес септіктің жалғаулары қандай екен? Мен қазір ғана айтып өттім, балалар. Мен, пен. Неше жалғауы бар екен? 3 жалғауы бар екен, иә? Сұрақтарын қайталайықшы, бәріміз бірге айтамыз. Жарайсыңдар, кімдермен, нелермен болды, иә? Ал енді келесі жаттығуға қараймыз. Берілген оқиды жасылан. Жоқ, берген оқимыз. 69-шы жаттығу. Ал сөйлемдерді көшіріп жазыңдар деген екен. Дәптеріңізге жазамыз 69-шы жаттығу. Бірінші сөйлемді жазуға кім шығады, балалар? Кел. Жазған сөйлеміміз оқыңызшы. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Енді бұл жерде көмектес септігінің жалғауы бар ма екен? Мұхиттар Қай сөз? теңіздермен. Теңіздермен деген кезде мен деген жалғау жалғанған екен, иә? Жарайсың. Отыра ғой. Ал келесі сөйлемді жазуға кім шығады? Кел ғой, Айдана. Жалғастырып жазамыз. Көркемдікпен жалғастырып жазамыз. Оқимыз, кәні сөйлеміз, жазған сөйлеміз. Ақ бидай күннің нұрымен жаңбырдың сепелігімен суымен өседі дейді, иә? Ал бұл жерде көмектес септіктің жалғауы жалғанды ма? Қай сөздерде? Нұрмен, тағы да? суымен. Дұрыс, жарайсың, дұрыс. Отыра ғой, кел, орнымызға отырамыз. Балалар, мен сендерге мынандай 7 септікке арналған карточка беремін. Әрқайсысын жеке-жеке өздерің орындайсыңдар. Ешқайсысын бір-бірінен қарап, көмектесуге де, оның жалғауын айтуға да болмайды, жарай ма? Бұл жерде мен сендерге таныстыратын болсам, бұл жерде нені сөйлетін көріп тұрсыңдар? Қызанақ. Қазақ тілінде көретін болсақ, қызанақ, иә? Қызанақ. Атау септігінде қызанақ қандай болады? Қызанақ болады, иә? Ілік септігінде қызанақ болады, иә? Әр қарата өздерінің жалғауларын жалғап жазып бересіңдер. Бәрінде бір ғана қызанақ емес, әрқайсысында әртүрлі сөздер екен. Тапсырманы
Орындаймыз, балалар. Нұртас, сенікі қандай сөз болды? Нұртас? Білмейсің ба? Кітап емес бұл, сөмке. Алияна, сенікі қандай сөз? Піл болды, жарайсың. Жаслан, сенікі ше? Қалам екен Жасландікі. Арман, сенікі? Алма дейді. Көркемдікі? Оқушы екен. Ал, бастаймыз, балалар. Алияна жазғанын көрейікші. Алияна біріншісінде атау септігінде піл деп жазған екен. Піл деп дұрыс жазды. Ілік септігінде пілдің дұрыс. Бар септігінде пілге. Жарайсың. Жаты септігінде не деп жазып жатырсың? Пілді. Жарайсың. Шығыс септікте не деп жазасың? Пілді. Піл қандай болады? Пілден. Дұрыс. Дұрыс жаза ғой. Пілден. Қосып жазамыз. Жалғауларды қосып жазамыз. Жалға қосып қой. Соңғысын жазамыз. Көмекте септікте піл. Қандай сөз қалай жазылады жалғауы? Пілмен. Жарайсың жазамыз. Піл. Мен. Ал, балалар, болдық ба? Кім оқып береді? Жазып бақан, Алияна тыңдайықшы. Піл. Атау септік піл. Ілік септік пілдің. Дұрыс. Бар септік пілге. Дұрыс. Табыс септік пілдің. Жаты септік пілде. Шығыс септік пілден. Көмекте септік пілмен. Жарайсың, дұрыс, өте жақсы, маладес. Ал, көркем, оқи ғой. Қандай сөз түскен еді саған? Оқушы. Оқушы. Атау септік оқушы, ілік септік оқушының, бар септік оқушыға, табыс септік оқушының, жаты септік оқушыда, шығыс септік оқушыдан, көмекте септік оқушымен. Жарайсың, бәрі дұрыс. Қолымыз қаламыз. Атау септік. Ілік септік алма. Жоқ, ілік септік алма мен емес. Алма? Дұрыс, алманың дұрыс. Бары септік алмаға. Табыс септік алманың. Жаты септік алмада. Шығыс септік алмадан. Соңғы септік алматам. Атау септік қызанақ. Ілік септік қызанақтың. Бары септік қызанаққа. Табыс септік қызанақта. Қызанақта бола ма екен? Табыс септікте? Қызанақты. Дұрыс. Жаты септік қызанақта. Шығыс септік қызанақтан. Дұрыс. Көмекте септік қызанақпен. Дұрыс. Жарай. Балалар, нешінші жаттығуға келдік? 70-ші жаттығудың берілгенін оқиықшы, Ақкенже. Берілгенін оқимыз. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінді түсініп оқы деген екен, я? Енді мен сендерге оқып берейін. Сендер сол мәтінге ат қоясыңдар, жарай ма? 70-ші жаттығуда құрлықтың айналасымен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықтың жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірде-бірде мойнақты соқ бұзғаннан кейін арал пайда болады. Ал мәтінге қандай ат қояр едіңдер, балалар? Теңіздер. Теңіз. Балалар, мәтінге қандай ат қоямыз? Арал теңізі туралы айтылды, я, бұл жерде? Дұрыс. Арал деп қойғанымыз дұрыс. Балалар, мен сендерге топтық жұмыс жасатайын деп тұрмын. Бірінші топта сендер сәйкестендіресіңдер. Септіктер мен сөздерді сәйкестендіресіңдер, жарай ма? Ал екінші топ сендер
сөздермен септіктермен жалғауларды сәйкестендіресіңдер. Мен сендерге арнайы қазір дайындап қойған септіктермен сұрақтарым бар, соны сәйкестендіресіңдер. Балалар, түсіндік па топтық жұмыста? Міне жазбаймыз, балалар, мен сендерге дайын бердім. Атау септік қана, атау септік. Атау септік, ілік септік қатарынан қоямыз, ар жағынан жалғауларын қоямыз. Жалғауларын дұрыс қою керексіңдер. Жаттадыңдар сендер неше күннен бері. Жақсы. Бір-біріне жақын қоя беріңдер, сыймай жатса. 7 септікті қойыңдар. Нұртас, сен де көмектесе ғой. Септік. Да. Не бар ма? Не. Балалар, мен сендерге мынандай бірнеше телефон беремін. Сендердің тілдерімен қалай деп айтуға болады? iPhone, немесе планшет деп айтуға бола ма? Осы жерде бірнеше сөйлемдер жазылған, әрқайсысына беремін. Сөйлемді оқып, соның ішіне бүгінгі өткен көмектес септігінің жалғауы жалғанған сөзді тауып айтамыз. Түсіндік па? Ал. Саған дау. Шөп сүйкімді әрі пысық күшігімнің аты ақтөс айтқанымды екі етпейді, қозыларды да сол бағады, үйде жетеді, есік алдынан бөтен мал келе қалса қуып жібереді. Менің сондай күшігім болғанына өте қуанамын. Ал септіктердің қай септігін жалғаулары бар екен? Сүйкімді. Бұл жерде Д деген қай септіктің жалғауы?